Ассалаумағалейкум. Екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Бүгін Алла қаласа, бүгін кешке жақын бұқаны Алматыға тиектеп жатырмыз. 2400 теңгеден сойдырамыз. Салмағына қарамай 200 келілігі бар, 170 келіліктері бар. Соны тиесек ба деп тұрмыз. 4 ай 17 күн. Осы қатардағы бұқалар кетеді. Сосын келесі қорада 3 бұқа бар, солар кетеді. Осындай семірді міне 4 ай 17 күнде. Бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Қазір барлығын тұрғызып, тағы да шетінен түсіретін боламын. Осылай темге тойып ап, аңқылдап жатыр. Бұдан аруда ұстауға болатын еді, бірақ оған тағы да басқа малдар алып кіргіземіз. Сол үшін мыналарды шығарып жатырмыз. Мынау дикий сүзеген болған. Қазір кішкене тынышталып қалды. Бүгін бұл да кетеді. Негізі баяғыда бала кезімізде қойдың бір жақ шетінен шығып қой бағып жүретінбіз. Сол кезде қойлар түсте үйездеп, дем алып, тынығып жататын. Түсте бір 2-3 сағат қамақ қоямыз. Күйіс қайтарып, солай болып жататын. Мыналар міне қазір түсте күйсіп жатыр қазір енді. Жеген ішкенін сіңдіріп. Алдында жемдерімде осылай тұр. Біздің стайл осындай. Жемі жатады алдында. 20 күннен кейін, үйренгеннен кейін жем жатады алдында. Қандай жем деп сұрап жатады тағы да кісілер. Тыңдап арпа. Қазір енді арпа 80 кг, кебек 20 кг, жүгері 60, бидай 60 кг, жымық 10 кг қосып жатырмыз. 2-3 рет өзгерді. Жемнің қосындылары өзіңіздің керектігіңізге қарай араластырып бере бересіз. Қалай жегіз аласыз, солай бересіз. Енді көп көрермендер сұрап жатады. Соны түсіндіре кетейін дегенім ғой. Шөп мүлдем азайды соңғы айларда. Таңертең бір пресс шөп, кешке бір пресс шөп жейді. Жоңышқа. Не түсте барлығы қорылдап ұйықтап жүр. Мыналар енді бір айдан кейін кетеді Алла қаласа. Мына ішінде жайырақ кіргендер бар. Сосын КамАЗға сыймайды. Сол үшін қалады осылар. Бір қатарына тиіспедім. Бір қатарды бірақ тиек кетеміз. Мына бұқалар осылай. Мыналар кейін кірген 3,5 ай болды. Мыналарға 4,5 ай. Бұқалардың барлығы тұрып тұр. Көріңіздер, салмақтарыңызды жазып кетіңіздер. 1-2 күнде салмағын айтатын боламын. Белінің өлшемдерін өлшей алмадық. Бұлай қарап салмақтарын айта бересіздер ғой. Мына біреусінің ғана белін өлшедік. Ангус 174 сантиметр болды белі. Семіздіктер осындай. Сандары. Алды жағына міне. Мынау кішкене жіңішкелеу бұқа. Мынау да кішкене толың құрамаған еді. Бірақ бір қатарды бірақ іш берейік деп тұрмыз. 4 айда семірмеген. Бір керемет қосалмаған бұқа, ары қарайда керемет қоспайды деген ойдамын. Мынан да денесі кішілеу. Мыналар міне қорылдап жатыр.
Енді бұйырса бір айдан кейін бұлар кетеді. Сол кезде тағы да видео түсіретін боламын. Мыналар кішкенелері, ең кішкенесі осы үшеуінде шығарайын деп тұрмын. Тиеледі бүгін. Осылар міне жағдайы. Бұларды енді еттері семіз, бірақ бойлар аласа. Каналымызға жазылып кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын. Осылай мал шаруашылығымен айналысыңыздар. Байыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі видеода тағы да шығарамыз. Енді бір-екі күннен кейін орнына жаңа бұқалар шығады, қоямыз. Сосын мына бұқалардың салмағын айтатын боламын.